Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің көйлегім жаңа. Мое платье новое. Берілген мәтінді оқып, мәтінге ат қой. Ханзада ақ жейде көк шалбар киеді. Ол қоңыр бәтеңке киеді. Ханзада батыр. Ол ханшаны жақсы көреді. Ханша сары көйлек киеді. Оның көйлегі ұзын. Көйлегі әдемі. Ханша ақылды. Олардың киімі таза. Тазалық денсаулық кепілі. Балалар, мәтінге қандай ат қоюға болады? Мәтінге Ханзада мен Ханша деп ат қоюға болады. Мәтінде қандай кейіпкерлер бар? Мәтінде Ханзада мен Ханша деген кейіпкерлер бар. Онда не айтылған? Онда Ханзада мен Ханшаның киімдері туралы айтылған. Қандай киімдер киген? Олар таза, әдемі киімдер киген. Балалар, Ханзада мен Ханшаның киімдерін атай отырып, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін анықтайық. Ханша не киді? Көйлек. Көйлек қыздар киетін киім, матадан тігілген. Көйлек, платье. Ханзада не киді? Жейде. Жейде ұлдар киетін киім, матадан тігілген. Жейде рубашка. Ханзада тағы не киді? Бәтеңке. Бәтеңке аяққа киетін киім, әртүрлі былғарыдан жасалады. Бәтеңке, ботинки. Шалбар. Шалбар сырт киім, жүріп тұруға ыңғайлы болып келеді. Шалбар, брюки. Балалар, бұл сөздер не деген сұраққа жауап береді, және зат есім болады. Ребята, эти слова отвечают на вопрос, что являются существительными. Аталған жаңа сөздерге қандай деген сұрақ қоя отырып, қалған жаңа сөздерді анықтайық. Қандай? Какой? Көйлек жейде қандай? Көйлек жейде жаңа. Жаңа, новый. Ешкім ұстамаған және ине жіптен жаңа ғана шыққан зат. Новый. Бәтеңке шалбар қандай? Бәтеңке шалбар ескі. Ескі, старый. Ұсталған, киілген, тозығы жеткен зат. Балалар, бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап беріп, сын есім болады. Ребята, эти слова отвечают на вопрос «какой» и являются прилагательными. Балалар, оқыған мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сендер не істейсіңдер? Сұрақтарды оқисыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер. Зат есім мен сын есім сұрақтарын анықтайсыңдар. Бірінші сұрақ. Ханзада не киеді? Балалар, Ханзада не киеді? Екінші сұрақ. Ханзаданың жейдесі қандай? Балалар, осы екі сұрақта зат есім мен сын есім сұрақтарын тауып көрейікші. Бірінші сұрақта не деген зат есімнің сұрағы бар екен. Ал екінші сұрақта сын есімнің қандай деген сұрағы бар. Ханзаданың шалбары қандай? Ханзаданың бәтеңкесі қандай? Ханша не киеді? Ханшаның көйлегі қандай? Олардың киімі қандай? Осы сұрақтарға ауызша жауап беріп, аудио сообщениемен жібереміз.
Ал енді балалар, өздерінің жауаптарында дұрыс жауаппен тексеріп көріңдер. Сендер де осылай жауап берді деп ойлаймын. Келесі жазбаша тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жазамыз. Балалар, есімізге түсірейікші, бұл жерде қандай қосымша керек? Бұл жерде тәуелдік жалғауы керек екен. Ребята, здесь вместо многоточия надо поставить нужные окончания. Какие окончания здесь должны быть? Здесь должны быть притяжательные окончания. Ал енді балалар, өздеріміздің жазбаша тапсырмамызды тексеріп көрейік. Сендер де осылай орындадыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.